дипломды алсаң, сенде күшті жұмыс болады, сен қызыл дипломға бітірдің, алтын белгісің. 80%-дан астам респондент ешқашан волонтерлікпен айналыспаған екен. Физика таңдасаң 127 мамандыққа түсуге болады деп. А бірақ ол 127 мамандық қандай мамандық, оны ешкім білмейді. Әшейін дипломым бар, міне қараңдар деп кіре алмайсың, жұмысқа негізінде. Өзің қалаған емін-еркін жұмыс жоқ, яғни график таңертең сағат 8-ден кешкі 6-ға шейін деген сияқты. МЗМ, КТЛ, РФМШ және басқалары шынымен де болашақта мүмкін жаңа әлеуметтік тапты құратын шығар. Құрметті достар, қайырлы күн. Қазақстандағы Фридрих Эберт YouTube арнасына қош келдіңіздер. Мен есімім Ердәулет Рахматулла және мен осы қордың Young Leadership Program бағдарламасының қатысушымын және бүгін біз басқа қатысушылармен бірге Фридрих Эберт қоры ұйымдастырған өткізген Юген студия, яғни жастар туралы зерттеу қорытындыларын талқылайтын боламыз. Бүгінгі эпизодтың бірінші тақырыбы ол жұмысқа тұру. Жалпы жұмыс, жастар қалай жұмыс істейді, кім болғысы келеді және басқа да тақырыптар төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі біздің студиямызда Мөлдір Өтегенова, журналист, Медианет халықаралық журналистік орталықтың маманы. Сол жағымда Балнұр Сүгірәлиева, Шымкент қаласындағы сана сезім мемлекеттік емес ұйымының сарапшысы және де Думан Бақыткелді, ютубер және журналист. Қош келдіңіздер, достар. Рахмет. Енді тақырыбымызды бастайтын болсақ, әрине жұмысқа тұру, жалпы жұмыс бұл кез келген адамның тұлғаның өміріндегі ең бір маңызды сала десек болады. Және біздің жұмысымыз және де карьерамыздағы мүмкіндіктер жалпы өмірлік тәжірибемізді анықтайды десек болады. Біздің зерттеуге келетін болсақ, мынандай сұрақ болыпты. Жалпы мектеп бітіре сала жұмысқа орналасу оңай ма, жоқ па? Және де нәтижелері өте қызық, мен үшін қызық көрінді. Мәселен, көпшілік, яғни 3-тен 1, 33.7% жұмысқа орналасу, жұмысқа тұру өте оңай депті. Және тек қана 10,5% өте күрделі, өте қиын депті. Жалпы сіздердің жаңағы жұмыс жолдарыңыз, жалпы осы еңбек нарығына келу қалай басталды, неше жастан бастап жұмыс істей бастадыңыздар, сол жайында кішкене атап өтсеңіздер. Және мектеп бітіре сала жұмысты бастадыңыздар ма, әлде өнерді бітіріп, немесе өнерді бітірмей тұрып бастадыңыздар, сол жайында айтып кетсеңіздер. Менде бір сұрақ бар, бұл Қазақстанда болған исследование. Бұл тек қана Қазақстандағы жастардың құндылықтары және Қазақстандағы жастар туралы зерттеу. Мектеп жастарында, мысалға, оқушылар көбінде жұмыс істегісі келеді. Мысалға, 18 жасқа толмаса, яғни мектепті бітірмесе, оларда бір жаңағы кез келген мекеме оларды жұмысқа ала бермейді, немесе ауыр қара жұмыстарға мысалға олар жарамай жатады да. Сосын көбісі ақша тапқысы келеді, жұмыс жасағысы келеді, бірақ мектепті бітірген соң сондай бір өздеріне мүмкіндіктер ашылатын сияқты ойлайды да, сондықтан болады деп ойлаймын. Ал былай жалпы жұмысқа келсек, қазір енді көбінде ойлайтын жаңағы таңдау туралы бізде 11 класстан кейін міндетті түрде кез келген жаңағы түлектің оқушының, яғни 11 класста түгел бойы ОБТ-дан қалай өтем, қандай мамандық болам, жаңағы барлығымызда қалыптасқан сөз бар, жаңағы жар таңдаудан қателеспе, мамандық таңдаудан қателеспе деп. Сол бойынша барынша мамандықтан өздері қалаған мамандыққа түсіп жұмыс жасағысы келеді, ал бірақ көбісі қалағаны емес, қай грантқа түсті, сол мамандық бойынша оқып жатады. Солай бітіріп жатады, кейін ол жұмысты жалғастырып, кейін сол университеттен диплом алғаннан кейін де ол ұнай ма, ұнамай ма, содан кейін кішкене қазіргі таңда біздің Қазақстанда көп проблема содан болып жатыр. Мен ойымша, мектеп бітірген оқушылар, олар үлкен өмірге аяқ басқысы келеді да, жұмыстың кез келген түріне
баруға дайын болып тұрады. Егер олардың білімі жақсы болса, мәселен ағылшын тілін жақсы меңгерсе немесе қытай тілін меңгерсе, олар курстарға барып, яғни сол жерде ағылшын немесе басқа тілдерді үйрете алады. Яғни бұл жолмен ақша табады. Ал кейбіреулер ондай мүмкіндіктері, яғни ағылшын тілін жақсы білуге мүмкіндіктері болмаған оқушылар, олар мәселен даяшы болып жұмыс істейді, сондай салаларға кетеді. Әрине даяшылардың барлығының мәселен құқықтары қорғалмаған. Ол кісі егерде сол оқушы 18 жасқа толмаса, ол мәселен аптасына 36 сағат қана жұмыс істеу керек, максимум дегенде. Немесе кешкісімен де жұмыс істеуге болмайды. Ал олардың құқықтары былай қорғалмаған осы кезде. Мен өзім жайлы айтатын болсам, мен университетті бітіргеннен кейін ғана жұмысқа келдім. Университеттің кезінде де ағылшын сабағына байланысты яғни анау-мынау жұмыс жасадым. Жалпы солай. Рахмет. Менің ойымша, бұл зерттеудің результаты қазіргі жастардың тәуелсіз болуға деген ұмтылысынан шыққан деп ойлаймын. Өйткені мен өзіме келетін болсам, мен 8-ші класстан бастап жұмыс жасағым келіп, мен өзіме ақша тауып, ата-анамнан ақша алмай, бір тәуелсіз нәрселерге ұмтылдым да. Және қазір анандай понятие бар, қазір диплом керек емес, егер сенде скиллдарың болса, білімің болса, немесе барлық керек навыктардың бәрі болса, сен любой жерден жұмыс таба аласың деген сенім бар да. Сол үшін бізге бұрында совет үкіметінен қалған әңгімені құяды ғой бізге. Диплом алу керексің, оқу керексің, дипломсыз адам болмайсың деп. Соны қазір бізде бәрі өзгертіп жатыр деп ойлаймын. Және қазіргі жастар, мен көрген қазіргі жастар өте прогрессивті, дамыған, әрқашан бір жаңа нәрселерді үйренгісі келетін сондай адамдарды да. Мысалға мен сені көріп те сөйтіп айта аламын. Өйткені бұрында дегенде сенен бір 2 жыл, 3 жыл бұрын ұбт ең маңызды болып, сөйтіп өмірімізде басқа бір жол жоқтай солай көрінетін. Қазір адамдар уже басқа жол бар, жұмысты былай ақ жасай беруге болады деп сенді да. Ал жұмыстарға келетін болсақ, оңай табылатын жұмыстарға, ол андай жоғары квалификацияны қажет етпейтін, сондай бір жұмыстарды табу оңай, сондықтан мүмкін осындай таңғаларлықтай жауап шыққан шығар деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Негізінде тұру осы сұрақты, енді бұл зерттеу бірінші рет жасалып тұрған жоқ, екінші рет өткізілуде. 2016 жылы, білесіздер, 2015-те жаһандық экономикалық дағдарыс болды, және де инфляция деңгейі артты Қазақстанда, мұнай бағалары түсіп қалды. Және тұру осы сұраққа әлдеқайда жаңағы көпшілік жұмысқа тұру қиын деді. Ал қазір уже экономикалық жағдайға байланысты, өзгерістерге байланысты шынымен де біршама пікірлер өзгерді. Енді біздің әңгімемізді енді әйелдерге бағыттасақ. Қазақстан демографиясына қарайтын болсақ, жартысы әйел адамдар. Және сәйкесінше біздің де зерттеуде гендерлік баланс сақталды. Және де ең қызығы қазір әйелдер әлдеқайда, жас қыздар әлдеқайда айтып өттім, прогрессив ойлайтын, өзі жанашыл, пысық, білімге ұмтылатын және жұмыс істегісі келеді. Бірден жігіттерден қалмай, мүмкін жігіттерден кей салалардан артып дегендей. Мынандай факт бар екен, әйел адамдар әлдеқайда магистратура деңгейін көбірек алады екен. Бірақ кейіннен жұмысқа тұрмауы мүмкін. Жұмысқа тұратын күнде бизнеске емес, үкіметке барады екен. Ал еркектер керісінше бизнес саласына ұмтылады. Жалпы осы жайында не ойлайсыз? Мысалы, думан фрилансерсіз, өзіңіздің кәсібіңіз бар. Навика ханым жаңағы мемлекеттік емес ұйымдарда жұмыс істейді. Әрине бізде қазір студияда үкіметтен бір өкіл жоқ, дегенмен жалпы неге қазір жастар үкіметтік қызметке бармайды, неге әйелдер көбірек барады дегенде, көріп жатамыз ғой, жаңағы әйел адамдар әкімшілікте және басқа да мемлекеттік органдарда жұмыс істейді. Бірақ әрине топ позицияларда ер адамдар қалады. Жалпы гендерлік
жағдай туралы не ойлайсыздар? Менің ойымша ол деген патриархалдық ойлаудың последствиясы или результаты, салдары деп айтуға болады. Және государственный жұмыс дегенде, мемлекеттік жұмыс, ол тұрақты болып келеді, оның зарплатасы бар, саған гарантия беріледі, ал әйелдердің балалары болады, олар алдағы өмірдегі стабильность керек та оларға, стабильность ойлайды. Егер олар бір нәрсемен рисковать етіп, бизнес ашып, потом егер оны жоғалтып алатын болса, ол балаларына немесе жақындарына тамақ тауып беру деген сияқты бір проблемалармен кездеседі. Сондықтан оған мемлекеттің тұрақты жұмысы оған өте ыңғайлы деп ойлаймын. Ал руководящий жұмыстарды еркектер отырғаны жайлы исследование бар, бірақ мен ойымша ол сол патриархал системаның. Мөлдірмен келсем, яғни әйелдер мемлекеттік жұмыстарға барады, себебі мемлекеттік жұмыстарда стабильность бар. Ал мәселен, өзім Мөлдір екеуміз мемлекеттік емес ұйымдарда жұмыс істейміз, бізде айтарлықтай стабильность жоқ. Контрактіден контрактіге жұмыс істейміз, дұрыс па? Мәселен, бір контрактың бітсе, яғни кете бер деген сияқты әңгіме айтады. Контрактың немесе сол контрактыны алу үшін ары қарай тағы да қаражат көзін іздестіру керек, сол секілді нәрселерге байланысты болғандықтан тұрмыс құрады қыздар. Сол тұрмыс құрғаннан кейін отбасын асырау үшін, бағана Мөлдір айтып кеткендей, соның барлығын, осындай факторларды есепке алып отырып, мемлекеттік ұйымдарға барады. Ал мемлекеттік ұйымдардан емес, бизнес саласынан айтып кетсеңіз. Шынымен де бізде балабақшадан, мектептен, университетте де көбінде мұғалімдер тарапынан да әйел адамдар көп болады ғой. Шынымен де тұрақты, жақсы болып, мысалға мен өзім университет бітіргеннен кейін мектепке, яғни үкіметтік жұмыс жасадым, мұғалім болдым. Сол жерде бірақ жас мамандар болды біз сияқты, бірақ жаңағы барлығымыздың басымызға кері әсер берген бұл үкіметтік жұмысқа деген. Бұл тұрақтылық бар әрине, бірақ жаңағы қаржы көзінің аз болуы, табыстың аз болуы, және біздің құқығымыз бар дегеннің өзінде де жұмыс уақытынан тыс кездегі жаңағы басшылықтың басқа бір дүниелерге жұмсай беруі, түрлі іс-әрекеттерге бір қажетсіз уақытты көп алып қоятын, жұмыстарға көп көңіл аударып жіберетін, солар шаршатады. Мысалға қағазбастылық деп жатты, әртүрлі нәрселер. Одан кейін жаңа журналистика саласында да істеп көрдік. Ол жерде де жаңағындай нәрселер болады. Бір өзің қалаған емін-еркін жұмыс жоқ, және график таңертең сағат 8-ден кешкі 6-ға шейін деген сияқты. Ол қазіргі экономикалық жағдайда біздің қоғамдағы жаңа Мөлдір айтпақшы басқаша жастар өсіп келе жатыр. Олар біреудің айтқанын істетіп жүруге, біреуге бағынғанды ондайды қаламайды. Ештен өздерінше еркіндік бар. Әрқайсысы жеке бір әлем болғысы келеді, жеке өзінің көрсеткісі келеді. Сондықтан қазір сол үкіметтік жұмыста жасай жүріп, қосымша жаңағы бизнеске қартай қызыға бастадық. Сөйтіп, қазір өзіміздің шаруамызбен айналысып жатырмыз. Бұл әлдеқайда еркін, ешкім. Өзің қожа, өзің жұмысшы, қаншалықты көп еңбек етесің, соншалықты нәтижесі болады. Жалқау болсаң, онда нәтижесі аз. Бірақ үкіметтік жұмыстағы мамандар ол жаман деп айтылмайды. Өйткені біздің қазіргі таңдағы жалпы экономикалық, жалпы мемлекеттік үлкен күшті сол кісілер атқарып отыр. Толықтай келісемін сізбен. Зерттеуімізге оралатын болсақ, шынымен де бірнеше фактор, көптеген факторлар, қай салаға барғым келеді, осы сұраққа әсерін тигізеді. Мәселен, неге үкіметке, мемлекеттік қызметке барғысы келмейді? Жалақы төмен, бизнесте әлдеқайда ақша көп. Бірақ одан бөлек білім деңгейі. Сол осы білім беру жүйесі жайында көбірек айта кетсек. Жалпы сіздердің алған біліміңіз университетте, мүмкін мектепте, және формалды емес, бейформал білімде қандай рөл атқарды? Және де қазіргі жұмыс істеп жүрген жеріңізде, қызметіңізде өзіңізді жаңағы тым білімді болып сезбе. Зерттеуімізге қарайтын болсақ, жаңағы 21,4% респондент
әсіресе қалаларда тұратындар өздерінің қазіргі жұмысына өздерін тым ақылды санайды. Жаңағы компетенттілігі тым жоғары дейді. Сіздерде жағдай қалай болады? Сонда жұмыс жасап отырған орнымен одан бұрынғы білім алған орындарына білім беруіне көңіл толмайтын болып тұр ғой. Ол да бар. Бірақ одан бөлек жаңағы алған білімі жеткіліксіз немесе тым көпті. Сәйкесінше бізде бір қызық ситуация болып отыр. Бір жұмыста несі квалификациясы жоғары да, ал бір жақта, например, біреулердікі төмен болып. Мен ойымша бар ғой, қазір бізде особенно Қазақстанда жастар 18 жастан немесе ертерек жұмыс жасап бастайды ғой, и олар 23-25 жастарға қарай олар уже эксперт болады да. Сол үшін егер бір орында отырса, олар ол жерде өздерін уже барлық затты біліп, көп затты үйреніп, енді үйренетін зат қалмағандай болады да, және рутинаға айналып кетеді өмірлері. И мен ойымша, сол үшін олар өте квалифицированный профессионалмыз деп санайтын шығар. Мен ондай кісілерді де көргем, сол үшін мен әрқашан таңғалатын, вау, 23 жаста, 25 жаста олар уже эксперт, и көп затты біледі. Шынымен де өздерін еще көрсете алатын адамдар. Балнұр, сіз не ойлайсыз? Жалпы айтқанда, мен осы жерде отырған барлығымыз, яғни университетті бітірсек те, ары қарай білім іздеп жүрген адамдарымыз, Фридрих Эберт қорының курстарына қатысып, немесе басқа да курстарға қатысып, ары қарай да талпыныстағы адамдарымыз білім бойынша. Бірақ мен ойымша, білім ол ешқашан былай түбіне жете алмайсың, ол білімнің. Бүгін бір нәрсені білесің, ертең тағы жаңа нәрсе ашылады. Мәселен, біз ұйымда да мынаны енді білдім деген кезінде жаңадан заң шығып тұрады. Оның барлығын қайтадан енді бүйтіп жасап жатқаныңда, үйреніп жатқаныңда, қайтадан жаңадан заң шығады да, сөйтіп сен өмір бойы ізденіс, талпыныс үстінде болып өтесің. Яғни ары қарай біліміңді былай тереңдете бересің. Сол себептен мен ойлаймын, олай білімнің андай түбіне жету мүмкін емес шығар. Ана айтады ғой, жаңағы менің білетінім ештеңе білмейтінім екен деп. Жаңағы негізі білімге берілген адам, ол Балнұр айтпақшы, тереңдей береді, іздей түседі. Анандай адамдар ғой, жаңағы сәл ғана біраз ақпарат алып алады, содан кейін мен болдым деп ойлайды. Ол дін жақта да айтады, білімде шүкіршілік етуге болмайды деп. Үнемі ізденісте болу керек. Кімнен болсын алып, барлығы. Бірақ біздің қазір жалпылама білімді көп алып жүрміз да, жаңағы тереңдетіп бір бағыт бойынша жаңағы соның кәсіби бір деңгейде алуымыз керек деп ойлаймын. Мен де келісемін думамен. Және тағы бір сөз бар ғой, мен көп білген сайын қаншалықты аз білетінімді түсіндім деген сияқты. Және мен бір сөзді естіп алдым да, содан кейін өзіме білім алу бір өмірлік бағытым ретінде, өмірлік целім ретінде айналды да. Егер сен оқуды немесе бір нәрсе үйренуді тоқтатсаң, ол сен қартаюың, сол қартаю процесі сол кезде басталады дейді. Ал мен ешқашан қартайғым келмейді. Және бүгінгі модульдің өзінде, осы модульдің өзінде мен қаншалықты көп затты білгенімді түсіндім да, және бірақ соның арқасында қаншалықты көбірек тағы да жұмыс жасау керек екенін түсіндім. Менің ойымша, мысалға Балнұр айтпақшы, мен де мемлекеттік емес ұйымда жұмыс жасаймын ғой. Күнде бір жаңа нәрсе болады. Мен ойлаймын, мысалға 2 жыл жұмыс жасадым, мен әлі үйреніп жатырмын да, өзімді күнде бір жаңа нәрселерді үйреніп, бір қиындықтарға алып келеді. Бірақ маған осындай ритм ұнайтынын түсіндім да, өйткені күнде ізденіс, күнде бір жаңа нәрселер сені өсіреді. Және ол оңай болмайды, бірақ сен өсесің. Жаңа үздіксіз оқу, lifelong learning, сәйкесінше үздіксіз жұмыста, практикада үйрену болайын тұр ғой. Анау не ғой, ақпарат бар, теориялық, жансыз білім деп айтатын бар ғой. Жаттай береміз, бірақ бір өмірде қолданылмайтын, сосын жанды білім бар, шынымен тәжірибеге айналдырып отырамыз. Және оны міндетті түрде бір жерден оқымасақ та, бір дүниелерге қарап содан түсініп алуға болады. Бұл негізгі бағыт қазір сол жанды білім әлдеқайда бізге дамытады. Өйткені ақпарат қазір шынымен де телефоннан қараймыз, интернетте ақпарат өте көп.
Бізде ақпаратты көп албаған адамдар бар, бірақ белгілі бір салаларда нақты бір білім жоқ. Оны көрсете алмайды. Яғни бір нәрсе үйреніп білдің ба, сол бойынша жұмыс жаса. Соны іске асыр. Вот сол кезде ғана нәтиже болады. Барлық ақпаратты білесің, бірақ ешқандай әрекет жасамасаң, оның ондай білімнің қажеті қанша мысалы. Я мен де осы Думанның айтқанымен келсем, мен Америкада болғанда барлық адам тек өзінің ғана саласында специалист екенін түсіндім да, және олар мысалға бір стереотиптер бар ғой, Америкадағы адамдар Америкадан тыс не болып жатқанын білмейді, басқа картаны білмейді, кім қайда орналасқанын білмейді деп айтады да. Я білмейтіндер шығар, бірақ олар өз специальностьтарын, өздерінің узкий специальностьтарын прям кәдімгідей майын құйып, ішіп сөйтіп бәрін біледі да. И ол салада олар ары қарай дамый береді. Өмір бойы тек соған арнайды да. Маған да сол жағынан кішкене таң қалдырды мені. Бірақ мен ойлаймын, біз мұнда жан-жақты болып, жан-жақты біліп жүргеніміз де дұрыс деп ойлаймын. Жан-жақты хабар болу керек. Кругозорды өсіріп, басқа нейрондарды дамытамыз миымызда. Негізі жаңағы ақш-пен салыстыру кішкене келмейтін сияқты, себебі ақш-тың нарығы, еңбек нарығы әрине халық саны, жаңағы демократия дамуы, жаңағы бизнес саласы. Ол жерде әрине сен өзің бір мамандануың болу керек, және сәйкесінше білімін. Ал бізде Қазақстанда адам саны аз, көп сала әлі дамымаған, игерілмеген, сәйкесінше барынша көп нәрсені білу керек. Менің ойымша, алатын адам, яғни болатын адам, ол басынан болады, иә. Қай жерде оқымасын, ол адамның өзінің ынтасына байланысты. Егер де адам ынталанып, мен мынаны біліп алайын, мен мынаны көрейін, мен мынаны үйренейін дейтін болса, ол кез келген жерді былай жарып шығатын адам болады. Сол себепті менің ойымша, яғни жұмысқа тұрар кезде адамның ынтасына қарау керек сияқты, яғни біліміне емес. Мәселен, ол Европада оқысын, басқа жерде оқысын, бірақ ынтасы болмаса, ол кейін бәрібір де жұмысқа келген кезде ешқандай результат бере алмайды. Ал егер адамның өзінде іштей ынтасы болса, ол яғни өзінің тірлігіне қызығушылығы болатын болса, ол алып шығады деген ойдамын жеке өзім. Бізде жаңағы жұмысқа тұратын кезде қызық нәрсе болатын ғой. Барып жұмысқа кірейін десең, стажды бар ма деп соны сұрайды, иә? Қаншалык оқыдыңдар? Стаж ол жұмыс істегеннен пайда болады да. Сондай бір екеуі бір-біріне келмейді, сәйкеспейді. Осы жерден жаңағы бізде білімнің көрсеткіші ретінде дипломды алып отырмыз. Иә, дипломға қарайды, қызыл ма, көк ба, қай жерден, қай университет деп. Ал жаңағы қабілеті қандай, оған көп қарап жатқан жоқ. Негізі диплом алмаса да өзінің белгілі бір саласында мысалға жақсы дамытқандар болып отырады. Бірақ біздің Қазақстанда жаңағы білімге қартай ертеңгі күні жұмыс жасайтын жастарды бір бөлу көп та. Мысалға жаңағы 8-ші класстан кейін, 7-ші класстан кейін жаңағы қазақ түрік лицейлеріне, дарын мектептеріне, Назарбаев зияткерлік мектептеріне әрбір ауылдағы, әрбір мектептегі, әрбір қаладағы ең үздік деген оқушылардың барлығын жинап алады да, жаңағы сіздер оқып жатқан Назарбаев университетіне сол жаққа дайындайды. Мысалға Еуропада, Америкада немесе басқа мемлекеттерде ол жаңағы кішкентай қалада болсын, үлкен қалада болсын, жалпы білім беру программасымен жаңағы мұғалімдердің, оқытушылар мен профессорлардың білім деңгейі де бірдей. Қай жерінде оқысаң да сондай білім аласың да. Бізде кішкене сол бөліп тастаған, мынау мектепте дұрыс оқымаған бала әйтеуір түседі да. Ол сондай бір проблема бар. Өкінішке қарай бізде шынымен де жаңағы сапалы білім Қазақстанда элитарлы, көпшілікке қол жетімді емес, және жаңағы мамандандырылған мектептер, НЗМ, КТЛ, РФМШ және де басқалары шынымен де болашақта мүмкін жаңа әлеуметтік тапты құратын шығар. Айта кететін жаңағы еңбек өтілі стаж дедіңіз ғой. Біздің студенттер, біздің жастар оқиды және зерттеуімізге де оралатын болса, көбісі қазір жұмыс істемейді. Жұмыс істемейді. Сонымен қатар мысалға бір жерге практикаға да бармайды. Негізі қағаз жүзінде бар. Қағаз жүзінде бар, өзі үшін емес, университет үшін, біреу үшін жүреді. Және де мен үшін бір қорқынышты бір статистикалық факт, ол
80%-дан астам респондент ешқашан волонтерлікпен айналыспаған екен. Дегенмен өткен жылы, яғни былтыр бізде 2019-да еді волонтер жылы, ерікті жылы. 20-шы жылы волонтер жылы өтті. Бірақ соның өзінде қаншама жаңағы жастардың, әсіресе жастардың көпшілігі волонтерлікпен айналыспады. Мысалы мен айналыспады или айналысты? Айналыспайды екен. Басым бөлігі. Жалпы волонтерлік практикадан өту және кейіннен жұмысқа тұру арасында бір байланыс бар ма? Бізде, мысалы, жеке пікірім, жаңағы бізде қалай ойлайды, мен универді бітірдім, бітіргеннен кейін мен диплом бар, және мені міндетті түрде жұмысқа алу керек. Бірақ соның өзінде жаңағы универ студент жылдары ешқайда практикадан өтпеген, жаңағы волонтерлікпен айналыспаған адам, ол енді компанияға қандай құндылығы бар дегендей. Мен өзім оқыған универде барлығы әрқашанда сөйтіп волонтерлік жұмыспен айналысып, бізге международный отношение болғандықтан ба, Американың примерін айтты да, өйткені ол жерде универге түсу үшін сенің оқу үлгерімің ғана жеткілікті емес. Ол жерде сен бөлек оқудан бөлек не істейтін активитиңнің бәрін көрсету керексің да. И бізде оны қазір 20-шы жылдан кейін тоже волонтерлік қызметтеріңді қарастыратын болып не қылды ғой, шешті ғой. Ал бізге оны универ уақытында айтты да, сол үшін біз әрқашандан бір көмек керек жерге немесе бір мероприятие, сондай нәрселерге баруға тырысатынбыз да, ешқашан отырмауға тырысатынбыз. Сондықтан мен ойымша көп адам волонтерлікпен айналысады, бірақ қалай жасау керек, не үшін жасау керек, ол не қандай мақсатпен деген нәрсені үйрету керек сияқты, ерте уақыттан бастап, және ол саған не береді деген сияқты. Біздің балалар немесе студенттер ойлайтын сияқты, ой, оның бәрібір пайдасы жоқ, мен не істеймін, уақытымды құртып, лучше мен кітап, үйде жатып сериал қараймын деген сияқты ойлар бар да. Бірақ мен ойымша пандемия кезінде бүкіл адамдардың волонтерлыққа деген ынтасы ашылды деп. Өйткені бәріміз бір қиындықтан өттік та, бір үлкен қиындық болды. Біз туысқандарымыздың қалай ауырып, қиналып жатқандарын көріп, біз сол адамды түсінетіндей болдық та. Сондықтан волонтерлік жұмыс алдыңғы жылдан бастап өсті деп ойлаймын. Айналысасыз ба волонтерлікпен қазір? Қазір өкінішке орай айналыспаймын волонтерлікпен. Қателеспесем 10-шы сыныпта ма? 10-шы сыныпта бастағанмын волонтерлікпен айналысуды. Одан кейін негізі волонтерліктің пайдасы өте көп. Мәселен, жұмысқа тұрған кезде де ол пайдалы болады. Әшейін дипломым бар, міне қараңдар деп кіре алмайсың, жұмысқа негізінде. Алма піс, аузыма түс деген сияқты емес қой негізі. Егер де волонтерлікпен айналысатын болса, ол бір опыт болады әйтеуір. Кейін бір жерде керек болады. Мәселен, мен қазір жұмыс істеп жатқан ұйымға мен волонтерлік арқылы келдім, шыны керек. Яғни олардың почталарына жаздым. Менің бір ай каникулымда сіздерден стажировкадан өте аламын ба, көмегімді тигізе аламын ба деген секілді имейл жазып жібердім. Олар, әрине келіп көмектессеңіз болады деп хабар берді. Ары қарай мен өзімнің ынтамды көрсеттім, білімімді көрсеттім. Сол арқылы кейін универ бітірген кезде олар маған былай жұмысқа тартуды ұсынды, жұмысты ұсынды да. Мен де осында қосып кетейінші. Мен де қазіргі жұмысыма волонтерлік арқылы келгем. Мен оның алдында МИСК бар ғой, молодежный информационный. Мен сол жерге бардым, сіздерде волонтер болғым келеді деп. Ол кісілер бізге на мероприятияға адам жетіспей жатыр, көмектесіңдерші деп сөйтіп чатқа жазады. Мен барам деп жазамыз. Сөйтіп бір күні Медианеттің мероприятиясы болып жатыр екен да. Соған бардым, и ол жерде менің қазіргі коллегаларым мені көріп қалыпты да. Содан кейін мені интервьюға шақырып сөйтті. Оның алдында менде 4-ші курсты, ол кезде 4-ші курс оқитын, 4-ші курсты бітіргеннен кейін менде депрессия басталды.
дипломды алсаң, сенде күшті жұмыс болады, сен қызыл дипломға бітірдің, алтын белгісің, ал оқып шығасың, одан кейін жұмыс табу қиын. Бәр жерде опыт керек, немесе айлық сені не устраивает, азақ. Ал сен андай үлкен ожиданиемен шығасың да, былай болғанда бірақ реальностьпен келмейді да. И мен осындай депрессияны көп адамнан көрдім, өзімнің інімнен көрдім, өзімнің таныстарымнан, достарымнан көрдім да. Олар да сондай разочарование болып, қиналып жүргендерін. Өйткені бізге, білмеймін, біздің өзіміздің кінәміз шығар, үлкен бір ожиданиемен шығатынымыз. Сол үшін волонтерлық жасап, сөйтіп опыт жинаған өте дұрыс деп ойлаймын. Менде де мәселен сол 4-ші курсты бітірер алдында сондай уайым қайғы болды. Мен не істеймін, дипломым болса мен не істеймін. Жұрттың барлығы өз мамандығы бойынша жұмыс таппайды негізінде, көбісі. Менің дипломым сондай ешкімге керек емес па деген секілді ой болды. Және осы ойлардың кезінде мен сол сана сезім орталығына жазып, сол хабарласып, ішінен көрейінші дедім, қалай жасалып жатқанын, қалай болатынын. Одан кейін маған өзіме ұнады. Солай қызығушылық танытып, соңында жақсы болды да. Яғни ентіге шейін тағы да бір рет ойланады адамдар. Енді болмай қалса, анау болмай қалса деген секілді. Диплом алар алдында да сондай ой болады екен негізі. Ол кажется нормальный нәрсе. Ол сатыдан былай кәдімгідей өтетін саты екен ғой. Еріктілік дегенде, енді еріктілік болған айтып отыр ғой. Біз мысалы өз ортамда мен еріктілік бір көп естімедім, және мынандай еріктілікпен практиканы айтып жатырмыз ғой. Мынандай қызық болды әуелі. Біз 4-ші курста көбімізді, негізі түгелімізді жаңа практикаға жібереді сабақ беруге мектепке. 80% барған жоқ та. Мен өзім бітірген мектепке бардым, қызық болды. Енді ол жерде ешкім ақша төлеп жатқан жоқ, ешкім қатты қинап жатқан жоқ. Барлығы махаббатпен күшті жасалады. Оқушылардың кері байланыстары. Кейін қайтып келдім, сол кезде бізден жоғары бітірген сол кісі жұмыс іздеп жүр. Ол практикада бармаған, бірақ мектепке мұғалім болып кіргелі жатыр. Менен сұрайды, қандай қызықтар болады екен, мен ертең жұмысқа кірген кезде сұрайды ғой дейді да. Мен айтуым керек дейді. Сол менің айтқан қызықтарым бойынша ол соны бастығын айтып солай жұмысқа кірді. Және ол өзі асаба болып жүрген. Ол оқушы деген 20 оқушы оңай емес. Кішкене тәжірибе керек қой бәрібір десем. Мен 200 адамның тойын басқарып жүрген 20 адам деген не ол дейді. Сол сияқты қазір бірақ істеп сөйтіп жұмыс жасап жатқандар бар. Сондықтан практика бәрібір маңызды нәрсе. Соның нәтижесін көрсетеді. Бізде оқимыз, бірақ практикаға бір махаббат жоқ, жасағысы келмейді. Одан кейін жұмысқа бір қызық болмайды. Одан кейін бакалаврды бітіре сап, бірден магистратураға түсіп кетеміз. Арасында үзіліс жоқ. Мен қосып кетейінші. Осы практика, тәжірибе, немесе волонтерлық деп жатырмыз ғой. Сол кезде нетворкинг жүреді да. Нетворкинг жүреді. Ал егер сен бармасаң, ештеңке жасамасаң, сен ештеңке көрмейсің. Ал мысалға мен МИСКқа барып, мынандай мамандық бар екен, мынандай спикерлерді көресің, ойбай, осындай адам құқықтарын қорғауға болады екен деген сияқты бір жаңа ойлар келеді. Қандай адамдар бар екен, Қазақстанда реально екен деген сияқты. Біз оны кинодан көрген сияқты, Қазақстанда жоқ сияқты болып сезінеді да. Бірақ волонтерлық сен тәжірибеден өтсең, сондай нетворк жасайсың, көп затты көресің деп ойлаймын. Сондықтан бір жаңа ойлар, жаңа идеялар келіп, инсайттар келіп, вдохновение болуы мүмкін. Шынымен де нетворкинг өте маңызды, дұрыс адамдармен таныса білу. Бірақ бізде өкінішке қарай қоғамда таныспен жұмысқа кіру бір теріс мағынада қолданады. Яғни көбіне туысқан. Таныс дегенде туыс емес, просто сенің скиллыңа байланысты қарайтын адам ғой. Шынымен де практика өте маңызды, және практика, тағылымдама және де волонтерлік мәдениеті бізде қалыптасады. Осы жақын арада деп сенемін. Ал енді әңгімемізді, бүгінгі подкастымызды түйіндегіле, жалпы осы еңбек нарығындағы жұмыссыздық және жастардың өзін таба алмауы, немесе өзінің мамандығы бойынша жұмыс істемеуі, осы мәселелерді қалай шешек болады деген сұраққа жауап іздеп көрсек. Еңбек нарығы дегенде, шынымен де еңбектің құндылығы қандай? Қазір мысалға бізде онлайн бизнестер жақсы дамып жатыр, блогерлер, вайнерлер,
мысалға өткенде де бір айтқан едім, 1 миллион 2 миллион подписчигі бар, жазылушысы бар сондай вайнерлер бір пост үшін мысалға сол 5 миллион теңге сондайды ала салады қазір біздің Қазақстанның өзінде. Ал бірақ сол 5 миллион емес 1 миллион теңгені жақсы оқып қызылға бітірген мұғалім 1 жыл жұмыс жасап жүріп отбасын асырағанға ол артық ақша емес, ол жалпы жалақысы сол болып отырады. Сонда қазіргі жастар бәрібір ақша керек болады ғой, болашақта сол жұмысты ақша үшін алып алады, бірақ оларды таңдау тұрады да, вайнер сияқты жеңіл жолмен тапқан жақсы ма, әлде қиналып мұғалім болған жақсы ма. Бірақ осыған байланысты қазіргі таңда біздің үкімет тарапынан жаңағы педагогтардың статусын көтеруі, жалақысын көтерілуі, студенттердің жаңағы стипендиясын көтеруі, осы сияқты нәрселер жасалу керек деп ойлаймын, және дұрыс бағытта келе жатырмыз. Өйткені анау алаш арыстарда кім айтады ғой, Мағжан Жұмабаев, 6 алаштың баласы жиналса 4 мұғалімдікі дейді. Сол сияқты ең маңызды нәрселер жаңағы барша мамандықтардың бәрін тәрбиелейтін мұғалім болғандықтан сол жағы көтерілу керек деп ойлаймын. Бірақ қазіргі таңдағы жаңағы диплом мен жеке қасиеттеріне байланысты жұмыста қайсысының қабілетіне бар, қалай өзін дамыта алады, үнемі ізденісте болса қазіргі таңда жаңағы айтып отырған біздің дипломда не оқыдың, не оқымадың барлығы қалады. Өйткені өз басымыздан өтіп отыр, барынша жан-жақты білім іздеп, өзіңді бір саладан немесе бір жақсы көрсете алсаң, сені әр жақтан жұмысқа шақырады. Жаңағы таныс деген кезде ол міндетті түрде туыс емес, жай ғана сенің жаңағы жақсы қабілетіңді, жақсы қасиетіңді көріп, мысалы резюмені де сұрамай, өзіне жұмысқа алып, өз компаниясын көтергісі келіп отыратындар бар. Солай да болады. Бірақ барлығымыз анау Вашингтон ұлы 11-ші сынып бітіріп жатқан кезде енді айтқан екен ғой, папа мен кім боламын деп әкесінен сұрағанда, сен кім болатынын білмеймін, бірақ қабір қазушы болсаң да Америкадағы ұлы қабір қазушы бол деп айтады екен. Бізде сол сияқты оларды америкалық арман деп жатады ғой. Сол сияқты бізде де бір саладан мықты маманы болсам деген ниет болса, оған жетеді деп ойлаймын. Мен ойымша қазір мектеп кезінен профориентация жасау керек сияқты. Өйткені мен өзім мектепте оқып жүргенде қандай мамандықтар бар екенін де білмейсің қазіргі мысалға қандай факультетте қандай мамандық, факультет деген не деген сияқты көп затты білмейсің да, ал ент-да қандай сабақ таңдау керек ол үшін деген сияқты көп нәрсені бізге айта бермейді. Егер ең үлкен выбор ол мұғалім болу, немесе медик болу, немесе тағы бір журналист болу деген сияқты, режиссер болу. Бірақ бізге сөйтіп егер түсіндіріп айтсам, мысалға мынандай мамандықтар бар, ол жерде былай жасайды, мынау былай жасайды, юрист дейма, экономист, соларды ғана біледі да. Физика таңдайды да, мысалға айтады ғой, физика таңдасаң 127 мамандыққа түсуге болады деп. Бірақ ол 127 мамандық қандай мамандық, оны ешкім білмейді. Ешкім дегенде мектеп балалары білмейді. Менің інім де уже 11-ші класс оқиды да. Ол сұрайды, мен не таңдасам болады, не істесем болады деген сияқты. Өйткені ол өзі білмейді оған не ұнайтынын. Сол үшін менің ойымша профориентация керек, және оларды волонтерлыққа немесе практикадан өтуге, олардың пайдалы екенін түсіндіріп, сондай нетворкинг нәрселер жасап, немесе спортты дамытып, сөйтіп оларды көп активитиға вовлекать етсек, менің ойымша олар алдағы уақытта күшті специалисттер болып өседі. Екеулеріңіздің айтқандарыңызға қарағанда, былай жалпы мемлекеттегі білім саласын жақсарту керек деген сияқты деген секілдей, яғни солай көрінді маған, яғни профориентация яғни ол білім саласына қатысты емес па? Профориентация дегенде мамандықтар бар екенін түсіндіріп, қандай мамандықтар бар екенін түсіндіріп. Мәселен, жарайды, егерде дәрігерлердің, журналистердің немесе басқа да мамандықтарды дайындаған күннің өзінде, жақсы мамандар өсірген күніміздің өзінде, менің ойымша адамға стимул бермесе, сол жерде жұмыс істеуге, яғни осы елде жұмыс істеуге стимул болмаса, олардың барлығы кетіп қалады. Яғни жақсы журналист болса, Россияға кетуі мүмкін, немесе басқа жерге кетуі мүмкін. Сол алған білімін, яғни алған жеріне емес, ары қарай басқа мемлекеттерге таратып, басқа жердің дамыту мүмкін да. Яғни бұл жерде мен айтқым келгені, яғни экономикалық тұрақтылық секілді, демократия, сондай секілді нәрселерді дамыту арқылы, менің ойымша, сол адамдарды, яғни human capital дейді ғой, адам капиталдарын
осы Қазақстанда сақтау арқылы ары қарай дамытуға болады секілді менің ойымша. Біз де алдыңғы модульде айтып едік қой футболисттер туралы. Біз қаншама ақша құртамыз да, например, футболисттерді сатып алуға қаншама миллиондап, миллиардтап контракт жасаймыз, иә. Ал негізінде біз кішкентай балаларды уже дайындап, өзіміз күшті human capital жасап алсақ болатын еді да. Және біз өзімізде олар, чтобы басқа елдермен контракт жасайтындай дәрежеге де жетуге болады деп ойлаймын. Сол үшін мен адамдарға ақшаны көбірек құю керек деп ойлаймын. Human capital. Адамның потенциалын дамыту арқылы біз мемлекетті ары қарай да дамытуға тырысуымыз қажет. Өйткені қазір ең главный ресурс ол адамдардың человеческий ресурс болып тұр. Иә, толықтай ойларыңызбен, пікірлеріңізбен келісемін. Шынымен де Қазақстандағы адам капиталы, жалпы жастардың потенциалы өте жоғары деп білемін. Және де шынымен де білім саласына, сапалы білім саласына, яғни ақша, инвестиция құйылады деген үміттемін. және де болашақта бізде жалпы біздің нарықта профессионалдар саны, жас профессионалдар саны артады деген үміттемін. және де құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыздың тұңғыш эпизодын көргеніңіздеріңіз үшін көптен көп рахмет. Фридрих Эберт қоры ұйымдастырған зерттеу, жастар туралы зерттеу осы 2021 жылдың күз мезгілінде қолжетімді болады. Ол 3 тілде, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қолжетімді болады. және де егер де бүгінгі эпизодымыз сізге ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліссеңіз, біз риза болар едік. Рахмет, қош болыңыздар. Көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Тыңдағандарыңызға.